Сәлем достар, бүгінгі видеода қалай памятты жақсартуға болады және де ұбт-ға аз уақыт қалған кезде бүкіл информацияны қайталау арқылы қалай есте сақтауға болады және де ұбт-ға кірген кезде қалай барлығын ұмытып қалмауға болады деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Құрметті оқушылар, осы видеоны аяғына дейін көріңіз, сізге точно пайдалы болады. Құрметті достар, менде жалпы ұбт-да тарихтан мен нашар тұғым, өте нашар тұғым прям. 2 ай қалған кезде дайындықты бастадым. Азаннан кешке дейін фокустың бәрін тарихқа бөлдім. Сөйтіп 15-ін жинадым, яғни фул жинадым. Бізде сыныпта фул жинаған 2 ғана оқушы болды, соның біреуі болдым. Енді апайдың ең жеп көретін оқушысы едім, бірақ анау нәтижеден кейін барлығы керісінше болып кетті. 180 градусқа өзгерді. Құрметті оқушылар, бүгін сіздерге қалай памятты жақсартуға болады, қалай барлығын есте сақтауға болады, қалай осы ұбт-да ұмытып қалмауға болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Құрметті оқушылар, сіздерге енді қысқа да нұсқа, жалпы Абайдың 31-ші қара сөзін жақсылап қазір оқып беремін. Оқып бергенде түсіндіріп беремін. Соны давайте блокнотқа, заметкеге жазып қойыңыздар, сізге точно пайдалы болады. Құрметті оқушылар, бізде Абайдың 31-ші қара сөзі бар. Яғни, өздеріңіз оқысаңыздар да болады. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Уже Абай атамыз кезінде памятты қалай жақсартуға болады деген сұраққа жауап беріп кеткен. Ең бірінші әуелгісі дейді. Көкірегі байлаулы берік болмақ керек дейді. Яғни, көкірегі байлаулы берік болмақ керек дейіні, ол сол іске фокустың бәрін бөлу керек деген сөз. Яғни, мына көкірегіңмен сен ана іске уже кіріп кету керексің. Яғни, сен мысалы математика оқыдың ба, математикаға кіріп кет, басқа ешкімді ойлама. Тарихқа кірдің ба, тарихқа кіріп кет. Уже жан-жақта алаңдама, уайымдама. Келесі екінші мәселе. Сол нәрсені естігенде, көргенде ғибратлану керек дейді. Ғибратлану дейтін ескі сөз болуы мүмкін, бірақ мағынасы былай. Мысалы бір нәрсе оқып отырсыз ғой, биологиядан. Биологияда адамның денесіндегі ең ұзын бұлшық ет, ол сан бұлшық еті. Кәдімгі санымыздың бұлшық еті ең ұзын ба не? Ең кішкентай бұлшық ет құлақтың ішіндегі бұлшық ет. Сонда біздің құлағымызда бұлшық ет бар ма не? Деген сияқты. Үшін сіз ғибрат алуыңыз керек та. Тамсанып, таңғалып, мәссаған, не деген керемет деген сияқты. Сондай эмоциямен қабылдасаңыз, точно есіңізде қалады. Келесі мәселе, оқушылар, үшінші мәселе, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайталау керек. Яғни, сіз оқушылар андай ғой, мысалы, бір информация естідіңіз, бітті, ана информация 100% менің есімде қалады деген сөз емес. Яғни, мен оны бір күн қайталауым керек, одан кейін бір апта өткеннен кейін қайталауым керек, одан кейін бір ай өткеннен кейін қайталауым керек, солай ай сайын қайталап отыруым керек. Сол кезде ол мида қалады. Келесі мәселе, төртінші мәселе, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек деген. Яғни, ой кеселдері дегеніміз не дейді ғой енді? Ой кеселдері дегеніміз ол уайымсыз, салғырттық, ойыншыл, күлкішілдік, бір қайғыға салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болу дейді. Бұл жерде уайымсыз дейтін, уайымсыз салғырттық дейтін, андай ғой, ұбт-дан, мен платный түсе салам ғой, мен бағым жетіп тұр ғой, мен зачем оқып, мен керек емес соны деген сияқты уайымсыз салғырт қарау. Бұл нәрсе памятты өте нашарлатады. Яғни, мен мысалы, допустим, биологиядан бір тақырып өтіп жатырмын, или математикадан бір тақырып өтіп жатырмын, бір оқушы айтуы мүмкін да, мен мына тақырыпты білемін ғой, мына тақырып маған керек емес қой. Яғни, уайымсыз салғырттық. Егер де сол тақырыпты білесің ба, может қайтала, қайттан есіңе түседі. Мүмкін білмейтін информацияңды қайттан есіңе аласың деген сияқты. Келесі мәселе, ойыншыл, күлкішілдік. Яғни, көп ойнап, көп күлу ол дұрыс емес оқушылар. Мысалы, арқа-жарға, ыртың-жыртың күле беруге болмайды. Оның өзінің орны бар. Мысалы, арасында бір ыржыңдап, богатый смех дейді ғой, сонымен күліп қойыңыздар арасында. Бірақ всегда күле беруге болмайды. Одан кейін қайғыға салыну немесе құмарлықтың пайда болуы. Құрметті оқушылар, барлығымыз адамбыз, барлығымызда проблема бар, барлығымызға басымызға алада қалады, сынақ салады, бірақ ол
уайымға салынбау керек. Может быть, отбасымызда проблема, может быть, достарымызда, может быть, подругамен проблема. Оның бәрі анау сабаққа әсер етпеу керек. Яғни мектепке кіретін кезде галошыңызды шешіп кетіңіз. Қалай? Просто галош дейтін нәрсе ол сенің проблемаң. Яғни проблемаңды мектептің сыртына шешіп кет, кірген кезде уже білім алу үшін кір. Потом шығып баратқан кезде уже галошыңды қайтадан киіп ал да үйіңе қайта бер. Келесі мәселе құмарлықтың пайда болуы. Құрметті оқушылар, қазіргі қоғамның үлкен дерті. Сіздер келісесіздер точно мынаумен. Instagram, TikTok, Free Fire, Brawl Stars, Clash Royale деген сияқты ойындар неше түрлі. Соның барлығын, яғни біз де ойнағанбыз, бірақ уақыт өте келе ол нәрсенің бір тиынға да пайдасы жоқ екен. Яғни виртуалды әлемдегі дамығаның түкке де пайдасы жоқ. Лучше осы әлемде дамып, жақсылығымен бөліскені қайда пайдалы. Сондықтан оқушылар құмарлық деген нәрсені алып тастау керек. Енді бұл 4 нәрсе дейді. Ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер дейді. Яғни бүкіл миымыздағы ақыл, қазір адамдардың бүкіліміз тупой болып баратырмыз ғой что-то. Соның бәрі осы 4 нәрсенің орындалмауынан болып жатыр ғой. Құрметті оқушылар, бүгінге кішігірім осы. Жалпы егер де ақпарат пайдалы болса, төменге комментарий жазып кетіңіз. Комментарийге жалпы өзіңіздің осы видео туралы пікіріңізді жазып кетіңізші. Маған әркімнің пікірі маңызды да. Мен үшін мотивация ол, честно айтайын. Сосын анау ұнаса, егер де видео ұнаса, лайк басып кетіңіз. Сосын достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Ол кісілерде жақсылықпен сізде бөлісіңіз. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырып кішігірім осы. Сіздерге алдағы уақытта осындай керемет тақырыптарды өзім ізденіп, зерттеп, сіздермен бөлісетін боламын. Құрметті оқушылар, қазір сіздердің білем, кітап оқуға, дамуға деген уақыттарыңыз жоқ, ұбт-ға дайындық. Сондықтан мен барынша сол дамуға өзім кітап оқып, соны сіздерге жеткізіп отырамын. Және де өзімнің оқиғаларымен бөлісіп отырамын. Жалпы осы кішігірім, осы видеоның соңында өзім таныстыратын бір жаман әдетім бар. Есім Азамат, осы математика саласында ұбт эксперті, 4 жыл опытым бар, және де офлайн-онлайн курстарым бар. Егер де онлайн марафонға тіркелем десеңіз, төменге WhatsApp номер қалдырып кеттім, алғашқы тегін сабақты алып көріп отырыңыз. Ал, құрметті оқушылар, келесі кездескенше күнделікті максимально пайдалы видеоларды салып отыруға тырысамын. Жақсы, сау болыңыздар.